Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Әсем. Бүгін үй жағдайында ашытқысыз нан пісіреміз. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Біздің нанымызға керекті заттар: ұн, сары май, жұмыртқа, айран, дәндер, ас содасы, тұз қажет. Ең алдымен біз ыдысқа бөлме температурасындағы жылы айранымызды құямыз. Оның үстіне ас содасы мен тұзымызды салып араластырамыз. Одан кейін жұмыртқамызды салып араластырамыз. Бөлме температурасында тұрған жұмсақ сары майымызды салып араластырамыз. Одан кейін дәндерімізді саламыз. Мен бұл жерде зығыр және асқабақ дәндерін алдым. Барлығын араластырып, ұнымызды екіге бөліп саламыз. Күрекшенің көмегімен біраз араластырамыз. Одан кейін екінші бөлік ұнымызды салып, араластырып, қолымызбен қамырымызды илейміз. Қамырымыздың барлығы біріккеннен кейін үстін жауып, орамалмен бөлме температурасында 5-10 минутқа қоямыз. Қамырымыз демалды, біраз тұрды. Енді пергамент қағаз төселген ыдысқа қамырымызды салып, пышақтың көмегімен жолақша етіп кесіп аламыз. Одан кейін үстін жауып, тағы 5 минутқа қоямыз. Қамырымыз 5 минут тұрды. Енді үстіне сүт жағып, 200 градус пеште қызарғанша пісіреміз. Нанымыз осындай болып пісті. Иісі керемет, денсаулығымызға пайдалы, жеңіл, оңай жасалатын рецептердің бірі. Осындай үй жағдайында пайдалы нан дайындаңыздар. Менің каналыма лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.